Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Әрбір мақтаулары біздің иемізге Аллаху Тағала салават, салам, сүйер құлына биеміз Мұхаммад пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллам, оның әйеліне, асхабларына, ер жүзінде бәрі мұсылмандарға да ассаламу алейкум ва рахматуллахи тағала ва баракатуху. Аяулы ямағат, ораза келген заманда сезесіз бе? Адам көңілінер болады, шарқынар болады, жүрегі толады адам. Не үшін болады екен оны зат? Аллаху Тағала Құранда айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Садақаллахул азим. Адамдарды да, елдерді де тек бір ибадат болмаса, маған құлдық ету болмаса, тағы басқа да түсін яратпаймын мен дейді Аллаху Тағала айтады. Соның үшін де тек Рамазан айту, сау яшауымыз біздің сол ибадатқа толы болу керек. Ama mende Ramazan'a gelген zamanda sozatlı bir sezemiz sözümüzde. Sonra halde dayımda durma tarafım. Endigi bugün so bir ibadatına kılına aytpası günü dua degen ibadatına kılında. Dua degen ne zat ol? Ne üçün etilir dua degen zat? Dua degen sözün manası tilek. Bär zattan da aldın o tilek. Eğer biz Allah-u Teala'dan bir zat tiley olsak özümüzge gerek zattı, ol dua olur. Tilekten manasına qarаған zamanda tilekten manasına. Allahu Teala Kur'an'da aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ud'uni astajib lakum" dedi. Sadaqallahul aliyyul azim. Siz menden tilek dilеңiz, men sol tilekке cevap берермін деп айтады. Ендігі bu аятты қараған заманда Allahu Teala bizге көресіз борыш еткен, біздің мойнымызға салған тілемеге. Адам мен Allahu Teala'ның арасында қараған заманда былай айтса, тілек деп айтқан заманда біз адамнан да тілеймізші, адамнан да бір зат тілейміз. Ama адамнан бір зат тілеген заманда не етейік, асырып, қасиетіміз солай біздің. Кеш болса да, ерте болса да бір заман бізге олжында ау болып тиеді. Адам бітпіз, тілеп тұрса бізден. Келіп тілеп тұрса бізге ау болып тиеді. Соны біздің қасиетіміз. Аллаху Тағала болса тілемеген заманда сүймейді Аллаху Тағала. Сол басқалары екеуінің арасында. Ne үшін сүймейді екен енді? Аллаху Тағала тілемей не үшін сүймейді? Неге десе, адам дейді Аллаху Тағаладан тілемей жүрген заманда ол өзін өктем етіп көреді. Ол мұтады, бәрі соны бөгерегінде затты кім берген екен мұтады. Әлімдердің сөзі бар, олар айтадылар. Адам өзінің ақылымен ойлап қараса да дейді, біраз мәне бермесе де, сол берген затқа да бұға, яшауға да затқа да дейді, бір тыңысын алып қараса, sonra алаяқ тынысын дейді, Аллаху Тағала бермей қойса бұға, не болайық онымен дейді. Адам яшау үзіліп қалайық. Соның үшін адам құдайсыз өз алдына не сүйген етіп жүріп болмайды аяйламаған. Сол үшін де біз дуа еткен заманда ең біріншілей біз өзімізге, есімізге саламыз, кім екенімізді, осал екенімізді, Аллаху Тағаланың құлы екенін. Бәр затты беріп тұрған бізге Аллаху Тағала екен, біз соны анамыз соғытты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисінде айтылады: дуа дейді, ибадат деген заттың, Аллаху Тағалаға құлдық ету заттың дейді, яқшы заты дейді. Оның ең де өзегі деп айтылады. Не үшін десе, адам Құдайға дуамен ялбыраған заманда сөйле айтқандай ол білдіреді өзін, әлсіздігін білдіреді, күші жоқ екен, сол затты білдіреді, Аллаху Тағаланың құлы екен білдіреді өзін. Адам біз солайша яратылғанбыз, осал болмасақ, біз біреуден барып бір зат тілей қоймаймыз көмек. Бір затқа күшіміз жетпесе, бір затты ете алмасақ, біз сол заман тек көмек тілейміз біреуден. Міне Аллаху Тағаладан қолын жайып тілеген заманда сол затты біз өзімізді көрсетеміз, өзіміздің әлімізді көрсетеміз Аллаху Тағаланың алдында. Оның үшін Құдай бізге беріп қойыпты, айтар бізге: "Сіз менден тілеңіз, мен сізге жауап беремін" деп. Тілеген заманда да аяуланбаған бір затты қараңыз, ойламай арамайды, бір тіпті ойламай арамайды, Аллаху Тағалады мен бездіремін деп. Аллаху Тағала біздің тілек білеш өзіміз, бір затта тұлы. Хадис-ül Құдси деген кітап бар, сонда Аллаху Тағала Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам тілімен айтады: егер дейді міне бірінші әлемнің алып тұрып дейді, Адам алейхиссалам атамыз бірінші әлемші, қиямат күнінде ең ізгі адам кім болайық? Солар бәрісіне жиналып дейді,
бәрі ендер деген алып дейді. Менен әрбірісі өзі сүйген затты тілесе дейді. Мен соларға әрбірісі тілеген затты берсем де дейді. Міне менде бар заттан дейді, байлықтан бір затта кемемейік деп айтады. Соңдағы да мысал етіп айтады Аллаху Тағала. Міне инеді алып тұрып дейді, теңізге мал болса, не шаң суға кетеді өзімен о теңізден. Соншағым да менен кемемейік деп айтады Аллаху Тағала. Менде бар заттан дейді. Бізде дуа еткен заманда бұлай зат бар, аяулаймағат. Біреулер ойлайды, дуа еткен заманда бір зат араб тілінде бір зат тілеу керек деп ойлайды. Сондай зат бар бізде. Әдет деп айтып болуы. Дуа деген не зат? О тілек затын, сол о. Мұса пайғамбар алейхиссалату вассалам бір керем қиынғы заман дуа тілемей үйреді Аллаху Тағала. Аллаху Тағала бұға айтады: "Я Мұса дейді, сен неге менен тілемейсің дейді. Мүсірегің жоқ па маға дейді." Мұса алейхиссалам айтады Құдайға: "Я Аллаху Тағалам, мен ұялам сенен тілеме" дейді. Сонда Аллаху Тағала жауап етіп бұға айтады: "Саға дейді, он илемеге су керек болса да, соның өзінде менен тілесен" деп айтады Аллаху Тағала. Соның үшін тілек деген зат, аяулаймағат, тілек болмау керек. Не тілегің бар, сол затты тілемеу керек. Қолын көтергенде не тіл білесің, ноғайша білесің ме, орысша білесің ме, сол тілекті тілеу керек адам. Ama тілеген заманда аяулаймағат сөйлей айтқандай адам аңлау керек, не зат керек екен өзіне, не зат нақылы тілейді екен, соны аңлау керек. Bir хабар бар, бәрі хажды болған адамдар біледі аңдыр. Арафадан ер бар онда, тау. Сонда етегі сыйлы ер. Сонда етілген дуада Аллаху Тағала айтады: "Мен қабыл ете оламын" дейді. Сонда болған бір хабар бар. Bir адам сонда барғанда, ян-янына қарайды, адамдар төгіліп келіп дуа ете жатыр. Сусылдап келіп дуа тілеуде. Бұл бірінші келген хажда. Білмейді, дуа қайтып ете, не зат екен білмейді. Арттан етсін ақырда етеді. Төгілетті, елақ келіп Аллаху Тағалаға айтады: "Я Аллаху Тағалам, менің үйрегімде бар затты сен менен артық білесің" дейді. Міне сөйтіп айтады. Әлемдер айтады: "Адам сау үшін бізде қалай болады? Салады, тіліне салады, дуа текті. Ыспай етейін деп, ару болсын деп, халыққа ярасын деп, мысалы сөйтіп етіледі. Ama әлемдер айтады, сау үшін адам не затқа салу керек? Үйрегіне салып, шын түйрегіме айту керек деп сөз болады. Аңлай тұрып, не заттың ақынан тілеген. Міне сол ең де жақсы дуа деп айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтылады, дағада дуадан тұра, дуа дейді, ол дейді, мұсылман адам сауыты деп айтады. Сауыт мәнесін алған заманда сауыт не үшін керек бізге? Оружие. Не үшін керек болады? Бізге дұшпан жабылса, дұшпан келсе, соға қарсы тұрма, күшімізді көрсетпе, солайша. Бұлай күндерде, барақат күнде біз шығармаймыз соны, қиындық болмаса. Ama Аллаху Тағала не дейді, қараңызшы, мұсылман адамның сауыты дейді, ол дуа деп айтқан. Сонан күшті сауыт жоқ бізде. Не келсе де, қайда қиынлық келсе де, мұсылман адам, иманы бек адам ол біледі, ол Аллаху Тағаладан келген. Ендігі дуадың берекетімен алып қарайық, дуадың себебімен Аллаху Тағала сол жіберейік қиынлықты бізге жібермей қоймады бұл. Еді, жіберсе де, сол дуадың берекетімен сол қиынлықты бізге біраз еңілетіп жібермей болады. Ару еңілетіп жібермесе де, алып қарайық, Аллаху Тағаланың қаламында жазылған болса, сол салынған қиынлық мен Құдайымнан бір жаққа да кетпейік, оға тиейік деп жазылған болса, бұл жерде дуадың берекетімен Аллаху Тағала не етеді? Соға керек бізге сабырлық береді. Қиынлық келген заманда басымызға сол қиынлықтан шықпаға деп сабырлық береді бізге иншалла. Ama өзіңіз де естігендірсіз, юлықтардан, я болса былай көргендірсіз, адам тілі ашушы. Бізге қиынлық түскен заманда қайда елді боламыз біз? Біреулердің тілі ашу болып айтадылар: "Не үшін маған келгенін ұзатты? Мен сөйтіп те неткен екем Аллаху Тағаланың алдында деп. Намаз қыламшы, ораза тұтамшы деп. Әне нешеулер бар, ішіп тартып жүреді, оларға не үшін болмайды оны ұзатты?" Сөйтіп айтадылар. Ama өйтіп айтпай арамайды, мұсылман адам болған соң. Әрбір адам білу керек, yaxшылық та яманлық та Құдайдан келген иншалла. Ол еметі не үшін болады, не келесі біз соны яшаған яшауымызды әрі көпті білмейміз. Өзімізге не керек екенімді білмейміз бұл яшауда. Неден пайда болар екенімді білмейміз. Тағы да мұқаят,
Алла Тағаладан қай дуа тілемей керек екен, соның өзін де білмейміз біз. Не тілеу керек екен деп. Әлімдер айтадылар, соны білу үшін қараңыз дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам яшауына қараңыз дейді. Ол не зат еткен, не тілеген болған дейді Құдайынан. Асхабларына қараңыз дейді, әлімдерге қараңыз, олар не тілеген болған Құдайынан дейді. Дуадың да аяулы әрбір жерде, әрбір заманда ерлер болады. Мысалы, сол хабарда айтқандай, Арафа ер, сыйлы ер, Масжидул Харам Меккеде, тағы да сондай бір сыйлы ерлер болады. Аллаху Тағала қайда айтады, мен мынау жерде, сондай жерде дейді, құлым дуасын қабыл ететінін деп айтады. Сол көпте аяулы тағы да болады замандар, сыйлы замандар. Мысалы, мына жұма күні өзіңіз білесіз, жұма күні ішінде бір заман бар. Соның ішінде Аллаху Тағаланың құлы дуа етсе дейді, Аллаху Тағала қабыл етеді дейді. Амма соңғы заманда Аллаху Тағала ясырған бізден. Тағы да бар сыйлы айлар, Шабан, Раджаб, Рамадан, сыйлы ай, қайда Аллаху Тағала біздің дуаларды қабыл етеді. Сондай еп берген соң Аллаху Тағала біз сол епті қолдану керекпіз. Сол жерлерде қолдану керекпіз, дуа етпек едік. Дуамыз қабыл болсын деп иншалла. Дуадың да өзінің бір неше эдаптары болады, өзіңіз білесіз. Сол бір эдаптың ақылын айтайық, енді үлкен, енді керек, мәнерлі зат. Дуа еткен заманда дейді, аяулы ең біріншілей адам тілеу керек кім үшін? Өзі үшін, әйелі үшін, балалары үшін, сол үшін тілеу керек. Не үшін тілеу керек? Бәріңіз де білесіз, Иблистің хабарын бәріңіз де білесіз. Естігендірсіз, қысқасынша айтқанда, Иблиске, әлде Иблис ту заманда маликтер келеді бұға. Сен дуа етті біз үшін дейді, Аллаху Тағала бізді азаптан сақласын деп, састырмасын деп. Иблис не еткен, аяулы білесізші? Ол дуа еткен бәрісі үшін де өзін сол дуаның ішіне қоспаған. Сол атты ұсама ярамайды бізге. Сол үшін де ең біріншілей өзіміз үшін өту керек бізге дуа. Өзіміздің әйеліміз үшін, соң юғы қардашларымыз үшін, емкім бізге дуа аманат еткен солар үшін. Тағы да дуадан тұра айтқан заманда не зат қалды? Дуа еткен заманда қол қалды бізде. Өзіңіз көресіз, дуа еткен заманда адам қолын жоғары көтереді. Онан тұрады Аллаху Тағала Құран аятында айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва фис самаи ризқукум." Садақаллаху азим. Сізге берілген рызқыңыз дейді. Ашайған затыңыз, ішеген затыңыз, бәрісінде Аллаху Тағала көкке салған деп айтады. Енді бұйырым бас шешейік, аяулы Қолды жоғары көтеріп тілеген заманда ойламай ярамайды. Біз Аллаху Тағаладан тілейміз, Аллаху Тағала жоғарыдаdır. Аллаху Тағала ол заттан таза, ерден де, яқтан да бар, заманнан бар заттан таза. Біздің намбатарымыз Аллаху Тағала бар, сол затқа қаты кепті намбатарымыз. Мысалы, әрбіріміз өкімет құлықта ішлеймізші. Ақша алмай келген заманда біз кімге барамыз айдап? Бухгалтерия барамыз, солай ма? Біз бармаймызшы начальникке. Бухгалтерия барамыз, ama бухгалтерияда начальник болмаса да онда бар, ол берген зат бізге, ақша бар. Міне сондай зат. Көкте Аллаху Тағала жоқ, ama Аллаху Тағала берген рызық, берекет бар. Сол үшін біз жоғары көтереміз қолымызды. Тағы да Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде айтылады. Дуа етіп болған соң дейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам yüzін сипайған болған, бетін. Ендігі әлгі заманда шықты біреулер, ақылы қысқа адамдар, кім айтадылар? Ай ол болса, осал хадис, сипамаса болып өтті. Өзіңіз де көресіз, намазда салам берген соң тұрып кетеділер. Дуада қалмайдылар. Ama айтпас жүйемізде зат бұл жерде қайда осал болса да соның ішінде сол көпте керті хадистер де бар, қайда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, бетін сипаған деп айтылады. Біз сонымен кім болғанымыз айтпаға, ол осал, мынау күшті деп айтпаға. Бізге тамам болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам яшауында бір керем сәбәп еткен болса да, сол бір өсті ол бізге сүннет болып тиеді. Енді біз оны етсек, ол яқшы амал, яқшы іс. Бізге пайда ондан иншалла. Сол үшін де аяулы тілей берейік. Тілектен затты ұмытпайық. Бәлкім сол тілеген заттардың ішінде бір зат замат, бір кішкей затымыз қабыл болып кетер. Ama сол бір кішкей қабыл болған затымыз Аллаху Тағала сөйле айтқандай ол бір зат та тұр. Ол бізге ол көп үлкен зат. Рамазан айында алып қарасақ, Аллаға шүкір сыйлы ай. Соны үш кесекке бөлген заманда әлемдер айтады. Бірінші басы дейді, оның дейді Аллаху Тағаланың рахымы дейді. Екінші кесегі Рамазан айдың дейді Аллаху Тағаланың кешірімі бар деп айтады. Үшінші ызында дейді Аллаху Тағаланың дейді оразайда яқынымнан босататын заман дейді. Өзінің құлларының. Тағы да айтады, бұл Рамазан айда дейді әлемдер.
Siz 4 isti dedi, köp etiniz dedi. Köp etiniz dedi, bari sizlerden de köp etiniz deyip aytıladi. So 2 ist dedi, so 4 istin birisi dedi, Allah Teala'nın razılığını alan ist dedi. Allah Teala suyunat dedi, onu etse. O ne zat? Birinçiley şahitlik sözler aytı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Ekinçiley Allah Teala'dan keşirim tilew sözler men astagfirullah. Ya başka sözler men. Noğaşa da söyle aytqanda yaraydı, Allah Teala keşirim tileme. Üçüncü, dördüncü is ne zat bizge payda kelegen? Siz tez dedi Allah Teala'dan Ramazan ayda cennet tileniz dedi. Hem yahanem otundan saqlanıp tileniz dedi. Allah Teala bizde süymegen bolsa, bizge iyilik yoraman bolsa, özümüz oylap qarasak, bermedi mi bizge son da sıyla ayda Ramazan ayda? Bermesedi. Allah Teala süyödü bizde, keşmeye süyödü. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde aytıladi. Kim dedi şıltı yüreğimen, imanımen oraza tutkan Ramazan ayda dedi. Ümit etken dedi. Allah Teala'nın rahimine, o meni keşer günelerimdir. Allah Teala soğuk adamın dedi, aldığımı boğan günelerim keşer deydi. Söyle duadan tura aytkan zamanda, taravih namaz kılganda, özünüz bilesiz, biz dua okuyumuz. Subhanezil mulki vel melekut deb. Son ızında var o dua. La ilahe illallah, nestağfirullah, nes'alukel cennete ve ne'udhu bike minen nar. So bari sözleri söyle aytkan 400 so duanın içinde var. Mında da yamagat göremiz, birovlar duada okumaydı. Belkim bilmey tağanlar. Bilmese de maslahat, amin deb aytыңыз söyer gelgende. Bärisi kol ko'tarib aytayotganda, amin deb aytsanız da inşallah so duanın içinde bolarmısınız. Allah Teala nasip etsin bizge inşallah rahman, bu Ramazan ayınızına aman esiyetlige. Yetegen tileklerimiz, dualarımızda Allah Teala kabul etsin. İman versin yüreklerimizge, ahirimiz tilgetsin inşallah rahman. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daimde tilegen boğan ne zat? Ya Allah-u Teala, endi Ramazan ayıga aman esiyet versin bizde inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.